Сіздер ме, балалар? Бүгін мен сіздерге жолбарыс пен түлкі туралы ертегі айтып беремін. Bir күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмеді. Оны байқаған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп, түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс дереу түлкіні алып келің деп бұйырады. Ол хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. О, құдіретті күштім, сіз мені көргіңіз келген екен. Міне алдыңызға келіп тұрмын дейді. Әй, дейді жолбарыс. Менің қалымды сұрауға барлық аңдар келді. Тек сен, о құдіреттім, мен сіздің науқас екеніңізді бәрінен бұрын білдім дейді. Мен сізге дәрі іздеп кеттім дейді түлкі. Солай ма деп жолбарыс сабасына түсті.